Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlarмен sport жаңалықтары видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Жалолов өзін сан сақтырған боксшысын кәсіпқойда жазаламақ. Супер ауыр салмақта Олимпиаданың 2 дүркін чемпионы болған өзбекстандық Баходир Жалолов британиялық Джо Джойспен кәсіпқойда қарымта өткізу туралы сұраққа жауап берді. Қарсыластар әуесқойда кездесіп болған. 2016 жылы Рио Олимпиадасының 1/4 финалында Джойс Баходирдің ұпай санымен жеңген болатын. Енді Жалолов есесін кәсіпқойда қайтаруға ниетті. Әуесқойда: "Сен британиялық Джо Джойсті Рио Олимпиадасында есе жібердің. Одан кәсіпқойда есе қайтарғың келе ма?" "Иә, әрине. Егер осындай жекпе-жекті ұйымдастырып берсе, мен қуанышты боламын", деді өзбекстандық боксшы раунд боксинге берген сұхбатында. Сонымен бірге Жалолов кәсіпқойда қашан жоғары деңгейде көтерілгенін айтты. "Мен үлкен жекпе-жектерге дайынмын, бірақ алдымен 1-2 айқас өткізіп алу керек. Көбірек раунд жұмыс істеп, мен әуесқойдан енді ғана кеттім. Алдымен 1-2 айқаста бой үйретсем, кейін кез келген қарсыласмен дайын боламын", деді Жалолов. Садриддин Ахмедов қазақстандық кәсіпқой боксшы бірінші орта салмақта өнер көрсетеді. Ол 2024 жылдың желтоқсан айында ақшта өткен жекпе-жекте америкалық Рафлер Игбовикні нокаутпен жеңіп, өзінің жеңіліссіз сериясын жалғастырды. Қазіргі уақытта оның келесі жекпе-жегі туралы ресми ақпарат жоқ дегенмен қайтып шықты достар. Садриддин Ахмедов келесі жекпе-жегін 2025 жылдың 19 сәуірінде ақштың Калифорния штатында Камерис қаласында өткізеді. Оның қарсыласы мексикалық боксшы Элиас Эспадес болмақ. Садриддин Ахмедовтың ең мықты қарсыластардан бірі Рафлер Игбовик. Рафлер Игбовик тәжірибелі боксшы мықты қарсыласы саналады. 2024 жылы Ахмедов оны нокаутпен жеңген. Бұған дейін Ахмедов Карлос Гостон Суарсес, Аргентина, Алексис Гайтанда, Никарагуа және басқа да мықты боксшылармен жұдырықтасқан. Оның әлі әлем чемпионы дәрежесіндегі мықты қарсыластармен жекпе-жегі болған жоқ, бірақ жақын арада жоғары деңгейлі жекпе-жектер күтіледі. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.